Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын алма қосылған пирог дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеом ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай жылы сүтімізге дрожжымызды саламыз, оның үстіне тұзымызды саламыз аз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Араластырып, жұмыртқамызды саламыз. Араластырып аламыз. Сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Жарты сағатқа, кемі жарты сағатқа қойып қоямыз, бетін жауып көтерілу үшін. Көтерілем дегенше осындай именно қызыл алманы, өйткені гүлге ұқсап шығу керек пирогымыз. Өте жұқа қылып турауға тырысыңыздар. Дайындап аламыз. Міне менің қамырым жақсы көтерілді. Осыны майда-майда 20 бөлікке бөліп шығамыз. Міне осылай бөліп алдым. Енді формамызды дайындаймыз. Формамыздың астына сұйық май немесе сары майымызды жағып дайындап қоямыз. Қалғанын дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Міне осылайынан барлығын жасап шығамыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. 180 градус қызып тұрған пеште кемі 40 минуттай пісіреміз. Міне осылай пісіп шығады. Бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Міне менің алма қосылған пирогым осылай болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.